Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге сгущенкадан жасалатын пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен 4 жұмыртқаны ыдысымызға жарып аламыз. Үстіне 180 грамм қант қосып, жақсылап араластырамыз. Шамамен 5 минуттай аппақ көпіршік пайда болғанша араластырасыздар. Миксермен араластырсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып алдық. 6 қасық жылы сүтімізді құямыз. Тағы да бір араластырып аласыздар. Үстіне 200 грамм ұнымызды және де 10 грамм қосытқышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бізде сұйық қамыр шығады. Қамырымызды бір тегіс болғанша жақсылап араластырамыз. Бізде қамырымыз осылай бір тегіс болып шығады. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып аламыз. Формамызға құйып, алдын ала қыздырылған пешке 25 минут пісіріп аламыз. 25 минуттан кейін пирогымызды алып, суытуға жібереміз. Бізде осылай жақсы көтеріліп шығады. Пирогымыз суығанша бетін сәндеуге осындай грек жаңғағын қолымызбен үгітеміз. Пирогымыз суығаннан кейін 5 қасық осылай сгущенка құйып, тегістеп жағып шығып, грек жаңғағымен әсемдейміз. Өте қарапайым, бірақ дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Үй-іштеріңізді дәмді аспен қуантыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.